Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Еңбек.kz сайтында тіркелу туралы және жұмыссыз ретінде тіркелу қалай өтеді, соған көмек көрсетемін. Ол үшін өзіміздің поисковиктен Яндекс немесе Google'дан Еңбек.kz деп теріп аламыз. Бірінші ашылған электронная биржа труда дегенге басамыз. Осы жерде войти деген кнопка бар. Вайтиға басамыз. Осы жердің астында регистрация жасайтын кнопка бар. Басамыз. Енді кім екенімізді таңдаймыз. Жұмыс іздеушісіз ба, немесе жұмыс берушісіз ба? Жұмыссыз болып орналасу үшін біз жұмыссыз соискатель дегенді таңдаймыз. Енді осы жерге электрондық почтамызды жазамыз. Почтамызды жазып алдық. Енді өзімізге қажетті пароль құрастырамыз. Парольді қайталап жазамыз. Я согласен с условиями пользовательского соглашения деген жерге птичка қоямыз. Создать аккаунт. Біздің почтамызға SMS келеді. Почтамызды тексереміз. Проверить почту деп ары қарай өтеміз. Почтамызды ашқан кезде осы жерде Еңбек.kz сайтынан бізге ссылка келіп тұр. Осының ең астындағы для завершения процедуры регистрации на портале электронная биржа труда деген жердегі ссылкаға басамыз. Больше не спрашивать. Продолжить деп басамыз. Бізді автоматты түрде Еңбек.kz сайтына жіберді. Енді осы жерден мой кабинет дегенді басамыз. Біз соискательміз. Иінді жазып сохранить деп басамыз. Ашылған парақшадан государственные услуги деген жерде регистрация лир и безработного дегенді басамыз. Осы жерде міне соискатель болып тұр. Қазір сіз өзіңізге керекті деректерді енгізгеннен кейін лицо ищущее работу болып шығасыз. Содан кейін қол қойылғаннан кейін 3 күннен кейін безработный боласыз. Үшінші этап безработныйға өткеннен кейін, егер сізде әлеуметтік төлемақылар болған болса, сізге мемлекеттен выплата по потере работы төленеді. Одан кейін государственные меры деген бар. Өзіңізге қажетті жұмысты тауып, сол жерге қызметке орналасуыңызға болады. Осы жерден астыға қарай өтеміз. Согласен на обработку и сбор персональных данных деген жерге выполнить проверку дегенді басамыз. Өзіміздің ЭЦП арқылы кіреміз. Окей. Компьютерден ЭЦП-мызды таңдаймыз. ЭЦП-ның паролін жазамыз. Окей деп басамыз. Осы жерде сіздің барлық даныларыңыз шығады. Енді резюме толтырамыз. Мына жерде проверка өтеді. Өткеннен кейін подать заявку дейміз. Егер сізде осындай активный договорыңыз бар, сол жермен договорды бұзу керек деген жазулар шығатын болса, сол жұмыста тұрған жеріңіздің қарсылығы болмаса, егер де активный трудовой договорыңыз бұзылған жағдайда болса, да деп басасыз да, ары қарай регистрацияға өтесіз. Қызыл жұлдызшамен белгілеген жердің барлығына өзіміздің даныларымызды енгізіп шығамыз. Ол міндетті толтыруға дайын керекті деректер. Дата незанятости. Қай кезден бастап жұмыссыз қалдыңыз, соны қоясыз.
Одан кейін не себепті жұмыссыз қалдыңыз, соны себебін таңдайсыз мына жерден. Увольнение, мына мысалға по соглашению сторон. Категория состояния. Осы жерден таңдайсыз. Менее месяцев. Цель учета. Карьерный центр. Өзіңіздің тұрғылықты жеріңізді таңдайсыз. Желаемая должность дегенге профессия без квалификации дегенді тереміз. Ары қарай желаемая должностьқа разнорабочий деп теруге болады. Жерлерді толтыру міндетті емес. Минимальный зарплата 70 мың 2023 жылға. Осылайынан. Режим работы таңдаймыз. Характер работы. Дистанционная ма, сезонная ма, мысалға. Постоянная ма, соны таңдаймыз. Переезд в другой город, да или нет? Нет. Енді келесі бөлім. Біз оқыған заведениеміз диплом бойынша соны таңдау керекпіз. Диплом бойынша оқуға түскен жылды және оқудың аяқталған жылын таңдаймыз. Колледж ба, әлде техникалық білім ба, немесе 11 класспен аяқталған білім ба. Менің мысалымдағы адамда 11 класстық білім ғана болғандықтан мен соны таңдаймын. Ары қарай тип учебного заведения, наименование учебного заведения, квалификация және де оқуға түскен, бітірген жылдарды мен бұл жерде таңдамаймын. Ол автоматом жабық болады, неактивный болады. Қандай жұмыс істей аласыз, қандай сізде навык бар, соны толтырасыз. Мына жерде бірнеше түрі көрсетілген. Простые ремонтные работы, мысалға. Или ремонт зданий, сооружений. Личные качества. Ответственность деп қосуға болады. Пунктуальность деп. Барлығын толтырып болғаннан кейін сохранить деп басамыз. Сохранить деп басқаннан кейін осы жерден біздің бағанағы толтырған резюмеміз шығады. Мой кабинет, государственные услуги, регистрация лир и безработного дегенді басып, ары қарай кіреміз. Осы жерден статусымыз шығады. Ары қарай зарегистрироваться как лир дегенді басамыз. Және ЭЦП арқылы қол қоямыз. Осындай оповещение шығады. 3 жұмыс күнінің ішінде, календарлық күн емес, 3 жұмыс күнінің ішінде автоматты түрде сізді жұмыссыз ретінде тіркейді. Бірақ та сізде активный договор, трудовой договор болмауы керек. Ондай болған жағдайда сізге отказ келуі мүмкін. Сол себепті сол жағын ескереміз. Және де безработный болып тіркелгеннен кейін, бұрынғы жұмыс орныңыздан әлеуметтік төлемақыларыңыз болған болса, онда 6 ай бойы жұмыссыздық бойынша мемлекеттен ақша алып отыра аласыз. Жұмыссыз болып тіркелген адам мемлекеттік шаралар бойынша жұмысқа орналаса алмайды. Мемлекеттік шаралар бойынша жұмысқа орналасу үшін не қажетті, қандай шарттары бар, оны видеоның басында мысал етіп келтірдім. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.